Сәлеметсіңдер ме балалар? Біз бүгінгі сабақты 8-ші сынып қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің 2-ші тоқсандағы жалпы қаралатын мәселелерінен бастамақпыз. Бірінші тарау. Тараудың тақырыбы достық пен татулық таптырмас бақыт. Төлеген Айбергенов, бір тойым бар. Тарау бойынша тілдік бағдар, языковое направление, грамматика, етістіктің шартты қызметін білу. Тілдік дағдылар, языковые навыки при дистанционном обучении, оқылым, чтение, жазылым, письмо. Оқылымнан публицистикалық стильдің мақала тілдік ерекшеліктер арқылы мәтіндердің жанрын анықтау. Жазылым бойынша мәтіндердің жанрлық және стильдік ерекшелігін сақтап пікір жазу. Лексико-грамматикалық минимум значит часто используемые активные слова по теме раздела. Их 26 новых слов. Бұл таныстырылым, бұл слайд 8-ші сыныптың 2-ші тоқсанның 1-ші тарауында өтілетін жалпы тілдік, лексикалық және сөздік ерекшеліктер. Тілдік бағдарға тоқталатын болсақ, 2-ші тоқсанның 1-ші тарауы бойынша тілдік бағдар бойынша, яғни грамматика бойынша райлар қарастырамыз. Оның ішінде ашық рай изъявительное наклонение, бұйрық рай повелительное наклонение, қалау рай желательное наклонение, шартты рай условное наклонение. Осы жерде айтып кететін бір нәрсе, біз қалау райды 7-ші сыныпта үйреніп қойғанбыз. Ал енді 8-ші сыныпта біздің өтетініміз шартты рай және бұйрық райды білу, ауызша және жазбаша жұмыстарда орынды қолдана білу. Бұл дегеніміз, оларды тек қана грамматикалық бірлік деп қарамай, ауызша жұмыстарда, жазбаша жұмыстарда оларды қалай дұрыс пайдалану жағдайын қарастыратын боламыз. Етістіктің шартты рай қызметін білу. Мынау алдарыңызда тұрған сурет қазақтың ұлттық ою өрнегі тарақ деп аталады. Тарақтың тістері 4 тістен тұрады. Демек, райдың 4 түрі бар деген сөз. Рай іс әрекет, ақиқат мағынасында. Яғни атқарылатын іс әрекет, ол ақиқатқа, шындыққа жанасында. Райдың 4 түрі бар екен алдында да ескертіп өттік. Ол біріншісі ашық рай, сабаққа бар. Бұйрық рай, сабаққа барайын, сабаққа бар, барыңыз, сабаққа барсын. Шартты рай, сабаққа барсам, сабаққа барса игеді, сабаққа барғым келеді, сабаққа барғай деген қалау рай түрлеріне жатады. Бұл жерде айтқым келіп отырғаны, ашық рай мен бұйрық райдың формасы бір емес. Ашық рай дегеніміз кәдімгі кез келген жағдайдағы бұйрық мәнді бермейтін, шартты мәнді бермейтін, қалау рай мәнін бермейтін райдың түрі, жай ғана сипаттау. Бұны біз толық емес мәтін деп айтаймыз. Это звучит по-русски не сплошной текст в национальном орнаменте расческа. Бұл шығармашылық жұмысқа байланысты. Енді біз 7-ші сыныпта қалау райды өткен болатынбыз. Яғни қалау райы бар сөйлем конструкциясы қандай болуы мүмкін. Сендердің алдарыңда тұрған кесте 3 бағаннан тұрады. Сол жақтағы бірінші бағанда жақтар берілген, бірінші, екінші, үшінші жақ, жекеше көпше түрде. Ортадағы бағанда негізгі етістіктер берілген, және оң жақтағы бағанда көмекші етістіктер берілген. Егер біз сөйлем конструкциясына кетірсек, ол былай болып шығады. Менің барғым келеді, немесе менің барғым келмейді. Менің көргім келеді, немесе менің көргім келді, келмеді. Бұл жерде шаққа тәуелділік жоқ. Бір айтатын нәрсе, здесь имеется значение мне, я хочу пойти, я хочу увидеть, я не хочу видеть, я хочу пойти, не хочу пойти. Демек, болымды, болымсыз етісті формасы болсын, осы шақ, келер шақ, өткен шақ болсын, барлығына қатысты тек қана ғ, г жұрнақтарының қосылуы арқылы ғана қалау рай жасалып тұр. Және негізгі етістік пен көмекші етістіктің тіркесуінен жасалған.
көпше түрде біздің айтқымыз келіп тұр. Біздің кеткіміз келіп тұрған жоқ. Сенің барғың келеді, келмейді. Сенің көргің келді, келмеді. Сендердің айтқыларың келіп тұр. Сендердің кеткілерің келіп тұрған жоқ. Сіздің барғыңыз келеді, келмейді. Сіздің көргіңіз келді, келмеді. Сіздердің айтқыларыңыз келіп тұр. Сіздердің кеткілеріңіз келіп тұрған жоқ. Оның барғысы келеді, келмейді. Оның көргісі келді, келмеді. Олардың айтқылары келіп тұр. Олардың кеткілері келіп тұрған жоқ. Байқағандарыңдай, барлық сөйлемдерде негізгі етістіктің құрамына біз ғ, г, қ, к жұрнақтарын, яғни үндестік заңына сәйкес қосып отырдық. Және бұл жерде жүктеу формасы да сақталған. Шартты рай. Атаудағы шарт условие деген мағынаны береді. Яғни бұл жерде келешек болар істің шартын білдіреді. Здесь подразумевается действие, которое будет в будущем. Именно условие действия, совершаемое в будущем. Жасалу қандай? Жасалу түбір етістік, как было в случае қалаурай. А здесь просто другой суффикс. Са, се жұрнақтары плюс жүктік жалғауы, как было в случае қалаурай. Мысалы, мен көрсем, мен алсам, сен көрсең, сен алсаң, сіз көрсеңіз, сіз алсаңыз, ол көрсе, ол алса. Және осыларды жекеше көпше түрде осылай түрлендіріп көруге болады. Демек, бұл жердегі маңызды біздің жұрнақтарымыз түбір етістікке жалғанған са, се жұрнақтары болып тұр. Біз бұл тақырыпқа әлі қайта оралатын боламыз. Сол үшін келесі сұраққа көшеміз. Бұйрық рай. Бұйрық. Бұл сөздің түбірі бұйрық, яғни приказ деген мағына білдіреді. Демек, бұл жерде іс әрекеттің орындалуына бұйрық беру, приказывать совершению действия. Жасалуы. Мен барайын, біз барайық. Пойду-ка я. Хорошо, пойду я. Сен бар, ты иди. Ты иди. Сендер барыңдар. Вы идите. Вы идите. Сіз барыңыз. Вы идите. Сіздер барыңыздар. Вы идите. Бұл жерде бас әріппен жазылу жағдайы және жазылмау жағдайына байланысты вы сөзі жекеше көпше түрде қолданылады. Үшінші жақ ол барсын. Олар барсын. Пусть она, он идет. Они идут. Бұл жерде сын жұрнағы жекеше түрде де көпше түрде де бір формада сақталып тұр. Сонда байқағанымыз бұйрық райда тек бірінші және үшінші жаққа ғана жұрнақтар қосылады екен. Оның өзінде бірінші жақтың жекеше түрінде айын, көпше түрінде айық. Ал үшінші жақта тек қана жекеше де көпше түрде де сын жұрнағы. Яғни түбір етістік екінші жақта плюс жүктік жалғауы. Демек, екінші жақ түбір етістіктің барлығы бұйрық райдың екінші жағында тұрады деген сөз. Бұл бұйрықты берудің интонациялық ерекшелігі де бар. Мысалы үшін, көңіл күйге байланысты біз оны жай ғана өтініш ретінде айтуымыз да мүмкін, және бұйырып та лепті сөйлем түрінде де эмоциямызды білдіру мақсатында да пайдалануымыз мүмкін. Жалпы біз басында айтып өткенімізде, екінші тоқсанның бірінші тарауында публицистикалық стиль, соған қатысты мақалаға байланысты жұмыс жасаймыз. Яғни публицистикалық стиль газет, журналда, жиналыстар мен митингілердегі сөздерде қолданылады. Публицистический стиль – это не только язык газетов и журналов. Это используется и в словах, где большие собрания, митинги и тому подобное. Публицистикалық стильдің мақсаты көпшілікке әсер ету, құбылыстардың, оқиғаның мәнін ашу, оларға көпшіліктің назарын аудару. Само название, что и подсказывает, цель публицистики, это значит обратить внимание публики. Публицистикалық стильде риторикалық сұрақтар, стильді қайталау сияқты құралдар қолданылады. Естественно, там будут использоваться риторические вопросы. И мақала, значит, статья, относится публицистикалық стиль жанры.
Значит, он является жанром публицистического стиля. Бұл жерде кішкене мақалаға тоқтап кетейік. Вам всем знакома статья, вы читаете научные статьи, вы сами, некоторые, кто занимается наукой, пишут статьи, некоторые читают, вы везде используете информацию, статьи из интернета и тому подобное, вам уже это явление знакомо, но все же давайте утвердиться. Мақала қоғамдық, әлеуметтік мәселелер туралы жазылған публицистикалық стильдегі шығарма. Значит, он рассматривает это произведение, можно сказать, это сочинение, это письмо, где рассматриваются проблемы, вопросы именно общественно-социального характера. Публицистикалық мақала қоғамдық, әлеуметтік және саяси маңызы зор оқиғалар мен құбылыстарды дәуір тынысын көтеріңкі үнмен, көркем тілмен баяндайды. Иногда мы его путаем с научным стилем или же с стилем именно художественной литературы. Есть причины, конечно, потому что здесь тоже используется художественная краска, потому что здесь поднимаются вопросы именно общественно-социального и политического характера. В основном значимые события, явления описываются, поэтому есть сходство. Оны жазу үшін жазатын нәрсені, оқиғаны, істі өз көзімен көріп, жете білуі тиіс. Значит, когда мы будем писать статью, мы должны иметь в виду, что мы должны знать о том, о чем будем писать, должны видеть своими глазами, должны прочитать об этом сами, видеть, слышать и знать хорошо. А затем ол үшін тақырып пен сол тақырыпқа жазылатын мазмұн керек. Потом нужна тема и содержание. Пікір тоже рассматриваем в первом разделе, который мы сейчас с вами проходим. Раздел второй четверти, первый раздел. Достық туралы. Пікір жазу. Мы должны уметь написать отзыв, или как вам будет удобно понятнее мнение. Оба варианта письма существуют, поэтому я вам предлагаю первый, самый легкий, более доступный для вас путь к написанию отзыва мнения. Это значит формула ПОПС. ПОПС формуласы. Позиция, П, О объяснение, П пример, С суждение. Формуласы бойынша жазуға болады. Например, он состоит из 4 строк, и каждый имеет свое, как бы сказать, мнение, свое предложение. Менің ойымша, по моему мнению. Себебі мен оны былай түсіндіремін. Потому что я его объясняю вот таким образом. Оны мен мына фактілермен, мысалдармен дәлелдей аламын. Я могу это доказать такими фактами и примерами. Осыған байланысты мен мынадай қорытынды шешімге келдім. По этому поводу я пришел к такому выводу или делаю такое заключение. Вот если мы будем отвечать на эти, как бы докончить вот эти 4 предложения и дописать, досказать эти предложения, у нас получается высказывание, мнение, отзыв как бы по формуле ПОПС. Бұл да өте тиімді әдіс. Бастапқы кезеңде жеңілі осы. Теперь послушайте стихотворение Айбергенова, потому что практическое занятие будет зависеть от этого задания. Төлеген Айбергенов. Адамдар. Обратите внимание на произношение некоторых слов. Потому что есть закон орфографии, есть и орфоэпия. Орфоэпия – это значит правильное произношение слов, орфография – это правильное письмо слов. А если обнаружите разницу, тогда мы переходим на принцип именно дыбыс үндестігі. Это тоже своеобразный закон языка, языковой, звуковой сингармонизм. О адамдар, біргемін мен сендермен, ықыласыңа еш нәрсені теңгермен. Сендер менің бақытымның бұлағы, сендер менің дарыныма жел берген. Өздеріңмен өмір шыңын бірге астым, жартығытты бөліп жедім, сырластым. Дүниеге келгенім жоқ шет жүріп, рахатын ойлау үшін бір бастың. Мен үшін бірдей тілің жынысың, бірің ана, бірің аға әнісің. Достық өскен, ерлік өскен ортаңа, енген сайын кеңи түсер тынысым.
Не кездессе өздеріңмен көрмекпін. Қарапайым адамдары еңбектің, барлығында бағыштар ем сендерге. Махаббатын маған берсе, жер көктің. Практическая работа. Значит, вы послушали стих Төлеген Айбергенова, это значит тема нашего раздела по литературе. Значит, первое. Өлеңдегі, а это есть в книге, 86 страница, 4 тапсырма. Сөздердің айтылуы мен жазылуындағы айырмашылықтарға назар аударыңдар. Слова очень легкие, понятные. Я надеюсь, вы все поймете, о чем здесь говорится. Раз уж тема звучит адамдар, это значит люди. Если там есть ключевые слова махаббат. Қою қаріппен шрифтом указанная там часть слова есть, можно сказать, либо суффикс, либо окончание. Вам нужно его найти. Что за суффикс? Естественно, здесь написано жазылған қосымша қай рай жұрнағы. Подсказка. Рай наклонение, қай рай, которое наклонение. Суффикс которого наклонение. Вам нужно его обнаружить. Содан кейін осы өлең бойынша попс формуласына салып пікірлеріңді айтыңдар. Потом расскажите свое мнение или отзыв по этому стихотворению в форме попс. Передача информации в двух вариантах. Первое. Вы можете написать в чат. Вы можете послать видеоматериал, где вы выразительно читаете этот стих и рассказываете, о чем там говорится, в плане вашего мнения. Выбор за вами. Вы либо выбираете бейне-баян, либо просто текст в виде попс в чат. Затем, оқу тапсырма средняя. Вы прекрасно знаете, что мы домашнее задание называем сейчас учебным заданием, учебным материалом. Этот материал, можно как бы сказать, является продолжением урока. Өлеңді бейнебаян түрінде мәнерлеп оқып чатқа жіберу. Вы, значит, продолжаете ту работу, которую начнете сейчас. И в положенное время отправляете в общий чат группы. Демек, өлеңді бейнебаян түрінде мәнерлеп оқып чатқа жіберу, немесе сол өлеңді мәнерлеп оқып, соған байланысты пікірді попс формуласына салып, чатқа жазып жіберу. Жазу дәптерде орындалуы тиіс. Дәптерге орындалған жазба жұмысты сурет түрінде түсіріп чатқа жібереміз. Егер осы тапсырмалар бойынша немесе айтылған материалдар бойынша түсініксіз сұрақтар туындайтын болса, чатқа жазуға рұқсат. Назар қойып тыңдағандарыңызға көп рахмет. Іске сәт.